Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Заманға сай кез келген құрылғыны табуға болады. Соның ішінде компьютер, ноутбукты, әрине GPS навигация болса, әсіресе ноутбукты. Компьютерге де көріңіздер. Пускке кіреміз, параметрі дегенге кіреміз. Обновление и безопасность дегенге кіреміз. Айтпақшы, обновление жасап алыңыздар. Егер ол функция болмаса, сізде проверь наличие обновления жасап алыңыздар. Соңғында время последней проверки, у вас остановление, все последние обновления демегенше. Осылай шықпағанша. Так, поиск устройствоға кіреміз. Біліп жүремін де бар, айтпақшы қалай обновление жасау керек. Поиск устройствоға кіреміз. Менде выключение өтіп тұр, маған кір деп тұр, Microsoft. Microsoft Office-ке қалай создать ететін менде видео бар, войти, менде бір емес екі аккаунт бар. Соның біреуіне войти етемін. Сосын сіздерге кіріп көрсетпей қойын. Жалпы дәл телефондағыдай картадан көруге болады, картада қай жерде жүргенін көруге болады, және заблокировать етуге болады. Так, артқа басамыз. Міне подробнее басамыз. Міне мынандай ссылка шығады. Кез келген Windows жүйесінде тіпті ол функцияны өшіріп тастаса да көруге болады деп отыр. Бірден мына сайтқа кіресіздер. Ол сайтқа кіргеннен кейін өз аккаунтыңызға мына аккаунтқа кіргеннен кейін осы вкладка поиск устройства деген бар. Сосын найти-ге кіресіздер, открыть карту. Сосын сіздің Microsoft Office-ке кіргеннеңізде міне осы аккаунт тіркеген аккаунтыңызды жазасыздар. Сосын картадан көрсетеді. Общий устройство олдыруға болады, тағы да басқа да ноутбук, айтпақшы заблокировать етуге болады. Ноутбукты пароль салып бірден картада заблокировать етіңіздер далее деп. Пароль. После блокировки можно сбросить пароль для дополнительного уровня безопасности. Өзіңізге тиесілі болғаннан өте керемет. Өте жақсы функция. Мен өзім шыны керек видео шығару барысында білдім. Жалпы бұндай функция бар жоғын білген жоқпын. Сондықтан өте керемет функция. Міндетті түрде офиске тіркеліп Microsoft компаниясына. Сосын айтпақшы тіркеліп болғаннан кейін мен бірнеше рет айтып жүрмін. Жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар, себебі ол өзіңізге керек. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма? Өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда, Касперский айтады: төлеме, бұл сайт алаяқ дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады: міне мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз дейді. Касперский Total Security'де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security'ді жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да, компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа. Бірақ мен сіздерге барлығын айттым. Купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Ары қарай аты жөніңізді жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызды алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз. Срок действия карта жазасыздар. Карточканың артыңғы номерін жазасыздар. 3 цифралы болады. Телефон номеріңізді оплатить басасыздар.